Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Барлықтарыңыз білесіз, осы арнада мен тағамдармен байланысты көптеген челлендждарды орындаған болатынмын. Төгіп алдым, біле. Екі жарым литр кола іштім ба. Әлемдегі ең ащы бұрыш жайлы айтпай қойсам болады. Ты дышать можешь? Могу. Тіпті Гиннес рекордтар кітабына кірген кезім болды. Для чего ты это делаешь? Просто. Ал бүгін мен орындайтын челленджді мен TikTok-тан көрдім. Және көбінесе оны TikTok-тағы қазақстандық аккаунттар түсірген болатын, шетелдіктерде оны көрген емеспін. Енді челленджға келетін болсақ, бір донерді 5 тістеп бітіруім керек. Арғы жағын өзің түсінген боларсың. Көптеген видеоларды сіздерге дайындап жатырмын, сондықтан тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар және маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Ал мен бастаймын. Ал енді сіздерге барлығы түсінікті болу үшін қазір мен TikTok-қа кіріп, сол челлендждардың 3-4-еуін, 5-6-ын көріп жіберейін. Донер 5 рет істеп бітірсең? Мощно тістейді екен бұл жігіт. Есіңіз кім болды? Жандос. Жандос, делай жару, давай. Істеп бітіре алады ма екен? 2 рет істеп қойды. Былай ұстап алып, Оңдырып тастаған өткен күнің, құрап соғып қалдау еккен күнің, өткен деген ол уже мен үшін 2 тістеу. Сондықтан бұл жігітті өткізіп жіберейік. Донерді 10 рет істеп бітіреді. 10 рет деген ол чересчур енді. Істесеңдер ше, істеп жесеңдер бітір. 10 теңге тасынар қатысасыңдар ма? Давай. Короче, бұл 10 теңге құдірет отыр. обидно, что маған бұл челлендж үшін ешкім төлемейді. Бірақ маған ең бастысы сіздің лайктарыңыз қажет. Ой, мына шешемін. Если закончите за 5 кусков донер, получите 10 тысяч тенге. Попробуйте удачу. Давай попробуем. Вы у нас секурите, да? Бұл қабақ бүкін жеп қоятын шығар. Да, все. Первый укус. У вас рост какой? Мне кажется, у вас рост постоянный. Я. Он тістеп бітіру деген далбаса, оны любой адам бітіре алады, оны тістеп. Донер қалай? Кім бұл? Мистер Прикольчик па? 3 рет істеп бітірем деп жазған екен біздің личкаға да. Бірақ әділ болсын деп 4 рет істеуді айтты. Және айтылғандай 8 мың емес 10 мың беретін боламыз. Бір тістеді. Мен оған дейін айланы дайындай берейін. Мен су дайындамаппын ғой мұнда. 4 тістеп бітірді. Значит, бұл реально достар. Ал енді барлығын көрдіңіздер жені. Ана жігіт тіпті 4 тістеп бітірді. Енді мен алдын ала айтпай қойын, кеудеме ұрып, мен бұнанша тістеп бітірем деп. Көреміз қанша тістеп бітіретінін. Менде 1-2 преимуществом бар негізі жаңағы адамдарға қарағанда. Біріншіден мен далада емес, үйде жеп отырмын. Екіншіден, мен Математикалық. тұрғыда бұны санап тістейтін боламын. Қалай екен қазір білесіздер. Так, кез келген донерді аламыз. Кішкентай емес, шыны керек. Мынандай 5 тістеп бір көзге қараған кезде болатын сияқты. Жаңа сізге айтқанымдай, мен бұны тупо өлшейтін боламын сантиметрмен. ана қолда ойыншығын тастамақ ма? Короче, достар, бұл донеріміздің ұзындығы 26 сантиметр, салмағы 360 грамм. Енді міне жаңа өлшеп көргендей, бұл донердің ұзындығы 26 сантиметр және салмағы 360 грамм. Демек, менің әр тістегенім 5 сантиметрден асу керек және салмағы 72 грамм болу керек әр тістегенім. Сонда мен бұл донерді 5 тістегеннен оң аяқпен бітіремін. 1, 2, 3, бисмилля. Негізі бітіруге болады деп ойлаймын. Что-то мен аз тістеген, аузындағы 72 граммға ұқсамайды тістегенім. Екінші тістегенімді көбірек тістесем дұрыс болады. Әрең кеттім.
1, 2, 3. Блин, 5 сантиметрге жетпеді ғой деймін. Мен уже 10 сантиметрді бітіру керек едім. Мынанша ғана бітіріппін. Мына шеттерде қалып қалады. Блин, қалай тістесем болады дұрыс. Қазір ойлап тұрмын, логикалық тұрғыда мына жақтан бір тістесем қалай болады. Өйткені қазір мыналар маған кедергі болады. Былай істесем болады негізі. Былай тістеп көрем. 2 рет тістедім, 3 рет қалдым. Өте дәмді. Екі тістеу қалды. Менің ойымша, мынаны 2 тістеп бітірсе болады. Почему-то үлкен қылып тістеген кезде, ашқарақ сияқты жеген кезде тамақ дәмді болады, білмеймін неге. Міне, соңғы кусь қалды. Ал кеттік. Прикинь, симай қалса аузыма. Давай. Болдым. Мен мынандай уақытта бітірдім. Арасында тоқтаулар, сөйлесу, әңгімелесу болды. Челлендж қиын, қызық, әрі өте дәмді болды. Маған ұнады. Оңай челленджтердің бірі деп айта алмаймын. Қиындау болды. Прям мына жерден бүйтіп өткен сезілді және өйткені үлкен кусоктармен тістедім. Ең бастысы бұл челленджді өттік. Кезекті челленджға галочка, кезекті челленджға птичка қойып, оны артта қалдырамыз. Келесі жолы мен қандай челленджді орындайын, пікірге жаза кетіңіз. Ал сіздерге де осындай видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыз және өз достарыңызбен, өз таныстарыңызбен донеркаға барсаңыз, бұл челленджді орындаңыздар. Ешкім білмесе де өздеріңіз 5 тістеп бітіріп, бәрін таң қалдырсаңыз, вау, эффект болады. Сондықтан лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіздер. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ. Бүгінге осы пазлға жазыл. Супер. Дәмді және супер қиын. Сразу шым ауырып кетті. Чё там, давайте, достар. Келесі видео айтпақшы, осы видео көбірек лайк жинаса, ертең ақ шығады. Сондықтан лайк басыңыз. Давай ма? Давайте.